Жылама енді болды, бүгіннен бастап осы үйдің келінісің, осы сенің үйің. Қалай жыламайсың, жасың не бәрі 18-де. Анау бар, мынау бар, сабағым бәрі қалды. Аллам көрсе өлтіреді ғой. Ес, тидім ау әйтеуір күйеуге шықтым әйтеуір. Әйтеуір біреу мені керек қылып алып қашты әйтеуір. Ес, қазір мен звондап, қуанышымен бөлінейік. Алло, мама, тидім мен, неужели тидім? Бәрін айтыңыз, мен күйеуге шықты деп. Не алып жыламайсың? Қалай жыламаймын, айтшы, қалай жыламаймын? Үйде мамам уайымдайды ғой маған. Неменеге уайымдайды? Наоборот, мамам қуанып отыр, жасың осы 40-қа келді. Жылама. 40-қа келсе не болыпты, сәл жүре тұрып үйленуге. Жүргенде қайда барасың? Қазір жылай берсең үйіңе апарып тастаймын қайтадан. Ай келін жанау, ана басыңда орамалын шеше ғой айналайын. Үстіңдегі халатыңды да шеш, өзіңе қалай ұнайды солай жүр үйде. Таңертең 8-де тұруыңыз жоқ, бүгіннен бастап түскі 1-де тұрасыңдар, 2-де тұрасыңдар, ұйқыларыңды қандырып асықпай тұрыңдар. Не ол ерте тұрған ұят емес па? Сәлем салмаңдар, сәлем салу деген вообще болмайды бүгіннен бастап. Одан кейін анау бүгіннен бастап манты, орама, қуырдақ деген жасамайсың. Тек рожки, вермишель сондай қуыра салып, соның өзін біз манты қылып жейміз, қуырдақты елестетіп жейміз, түсіндің ба? Одан кейін күйеуіңе бөлек шығыңдар бүгіннен бастап. Өзіміздің күнімізді өзіміз көре аламыз айналайын. Түсіндіңдер ма? Ұят болады қосын, бөлек шығыңдар, бөлек тұрыңдар деп айтатын менен армандайды жасыңдар, я. Мечтать не вредно. Нағып отсың, тұр анау бар, кірлерің жай бар, баланың неміз бар. Отыр ғой маған, давай. Менің енем алтын, менің енем жарқын, бұндай ене менде ғана емес шығар халқым. Әй қой келіншек, супер келіншек, әй қой келіншек.